негізгі факторларды атап айтады. Уақытты біз кері айналдыра алмаймыз. Ер адамдарда миокардтың инфаркты жиі кездеседі. Балаларына, немерелеріне берілуі мүмкін. Қысымын тұрақты түрде ұстап тұру. Артық салмағы бар болса, 30 минут аптасына 3 психологпен, психиатрмен жұмыс жасап, экологияға мән беріңіз. Егер сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Өткен видеода миокард инфарктін дегеніміз не, негізгі себептері, яғни патогенезін және негізгі клиникалық белгілері, ауру белгілерін айтқан болатын. Ал бүгін сіздерге инфарктқа алып келетін негізгі факторларды атап айтатын боламыз. Яғни бұл дегеніміз сіздер осы инфарктқа жеткізбеу үшін не істеуіміз керек? Соған алып баратын факторларды азайтатын болсақ, немесе жоятын болсақ, біздің жүрегімізге инфаркт болмайтын болады. Бұл факторлар екіге бөлінеді. Қалпына келтіре алатын факторлар және қайта қалпына келмейтін факторлар. Қайта қалпына келмейтін факторлар ол жас. Яғни біз жасымызды уақытты біз кері айналдыра алмаймыз. Инфаркт қазір жас талғамайды. Бұрын статистика бойынша 40-тан асқан ер адамдарда, 50-ден асқан әйел адамдарда деп айтып жатсақ, қазіргі таңда аурулардың жасаруына байланысты 30-дан асқан адамдарда инфарктқа шалдығуы мүмкін. Бәрі де мүмкін, өйткені қазір экология бар, дұрыс тамақтанбау бар деген сияқты, гиподинамия, осының бәрі біздің ауруымыздың жасаруына алып келіп жатыр. Екінші фактор ол жыныс. Қайта қалпына келтіре алмайтын факторлардың бірі ол жынысы. Яғни ер адамдар мен әйел адамдар салыстырғанда, ер адамдарда миокардтың инфаркты жиі кездеседі ер адамдарда. Сондықтан бұл факторды да біз ауыстыра алмаймыз. Ал әйел адамдарда еркектермен салыстырғанда азырақ кездеседі. Және әйел адамдарда постменопаузалық уақыт дейді ғой, кезең, сол уақыттан басталады негізі көп жағдайлар, көп аурулар, әсіресе осы миокард инфаркты содан кейінгі уақытта басталады. Сондықтан бұл факторды да өзгерте алмаймыз. Үшінші ол тұқым қуалаушылық. Тұқым қуалаушылық ол әке-шешесінде инфаркт болған, қан қысымы жоғары, анамнезінде инфаркт болған болса, балаларына, немерелеріне берілуі мүмкін. Сондықтан бұны да біз өзгерте алмаймыз. Ал қайта қалпына келетін факторлар, олар жаман әдеттер, ол темекі шегу, арақ ішу, солар жатады. Бірінші, темекі шегу өте жаман әдет, бірақ оны тастауға, санын азайтуға болады. Темекі шегу атеросклероздық бляшкалардың пайда болуына бірден бір себепші болады, ол әрі қарай миокард инфарктына алып барады. Екінші қайта қалпына келтіруге болатын фактор ол қан қысымын тұрақты түрде ұстап тұру. Қан қысымы жоғары науқастар миокард инфаркты болу қаупі өте жоғары, сондықтан ондай науқастар міндетті түрде қан қысымын тұрақты түрде ұстап тұру керек. Уақытылы дәрілерін ішіп, уақытылы кардиологтың кеңесін алып отыру керек. Келесі фактор қандағы холестериннің деңгейін қалыпты ұстап тұру. Холестеринге байланысты алдыңғы видеоларда да айтқанмын, осы жолы да айтам, қандағы холестеринді тұрақты түрде нормадан төмен норма ұстап тұру керек. Өйткені холестерин жоғары болған сайын, жаңағы атеросклероздық бляшкалар көбеюіне және қан тамырлардың тарылуына алып келеді. Холестеринді қалпына ұстап тұру, ол дәрілердің көмегімен, дәрісіз де қалпына ұстап тұруға болады. Алдыңғы видеоларда мен айтып кеткенмін, сол видеоларды көріңіздер, ссылкасын тастап кетемін экранға. Тамақтануға мән беріңіздер. Ол жерде қандай тамақтар жеуге болады, қандай тамақтарды жемеу керек, сол туралы айтқанмын. Соны көріп шықсаңыздар болады. Төртінші фактор ол артық салмақтан арылу. Егер науқаста артық салмағы бар болса, бірінші, екінші, үшінші дәрежелер бар болса, дереу артық салмақтан арылу үшін әрекет жасау керек.
артық салмақты да қайта қалпына келтіруге болатын фактор болып есептеледі. Сондықтан ешқашан мен салмақ тастай алмаймын, мен мүмкін емес жағдай деп айтуға болмайды. Әрекет жасасақ, міндетті түрде артық салмақтан арылуға болады. Тағы бір қалпына келтіруге болатын фактор ол физикалық жүктеме жасау. Осы физикалық жүктеме жасап, біз миокард инфарктын алдын алуға, яғни соған жеткізбеуге мүмкіндігіміз бар. Физикалық жүктеме күніне 30 минут, аптасына 3-4 рет жасаған дұрыс. Мүмкіндіктеріңіз болса, күнделікті күнде жаяу жүріңіз. 10.000 шаққа дейін жасаңыз. Мен 10.000 шаққа байланысты видео түсіргем, сол видеомды көрсеңіздер болады. Қаншалықты денсаулыққа пайдасы бар, ол жерде клиникалық дәлелдер көрсеткем, соны да көрсеңіздер болады. Қазір ол туралы тоқталуыма қажет жоқ деп ойлаймын. Сол видеодан көріп алыңыздар. Физикалық жүктеме жасап, қауіп факторын азайтуға болады. Физикалық жүктеме тек қана жаяу жүру ғана емес, сонымен қатар бассейнге жүзсеңіз болады, фитнес залдарға барып қатыссаңыз болады. Гиподинамиядан арылып, салауатты өмір салтын сақтау керек болады. Созылмалы стресстік жағдайларда оны қайта қалпына келтіруге болатын инфаркт миокардының бір факторы болып есептеледі. Созылмалы стресстік жағдайлар ол науқастың депрессияға, көңіл күйінің төмендеуіне алып келеді. Бұл жағдайда жұмыс жасау керек, яғни психолог пен психиатрмен жұмыс жасап, бұл жағдайдан да шығып, фактордан да арылуға болады. Және соңғы фактор, тыныс алып жатқан ауамызға мән беруіміз керек. Сіз қайда тұрасыз? Қалада тұрасыз ба, ауылда тұрасыз ба? Және экологиялық аймақта тұрасыз ба? Экологияға мән беріңіз. Егер үлкен мегаполисте тұратын болсаңыз, таза ауасы бар жерлерге шығып, таза ауа жұту керек. Осы лас ауа тек қана онкологиялық тыныс алу ауруларын ғана емес, сонымен қатар жүрек ауруларына да, осы миокард инфарктына да алып келуі мүмкін. Сондықтан жатқан ауаңызға мән беріңіз. Бүгінге осы, сіздерге берген ақпаратым пайдалы болды деген үміттемін. Егер ұнаса лайк басып, комментарийге сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода миокард инфарктісін қалай анықтаймыз, диагностикасы және емі туралы видео саламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Басқа да видеоларымды көре жүріңіздер. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.